Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан түрік халқының тағамы маклубенің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал ендеше кеттік. Бізге керегі сәбіз, баялды, картоп, және де жуа, және де ет. Менде жылқының еті. Барлығының қанша мөлшерде керектігін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді осылардың әрқайсысын бөлек-бөлек турап дайындаймыз. Алдымен етімізді орташа қылып тураймыз, дәл видеодағыдай. Видеода көріп тұрғандарыңыздай орташа етіп турадым еттерімді. Келесі кезекте картоп, әрқайсысын осылай дөңгелетіп, орташа қылып тураймыз. Барлығын турап дайындап алдық. Енді әр қайсысын бөлек-бөлек жеке майда қуырып аламыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне салып, екі жағын қызарта отырып қуырамыз. Барлығын дәл видеодағыдай істейміз. Келесі кезекте қызып тұрған майымызға етімізді саламыз. Және де екі жағынан жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін оның үстіне кішкене тұз, дәміне қарай бұрыш себеміз. Мендегі ет сүрленген болғандықтан мен көп сепкен жоқпын. Және де жақсылап араластырып, үстіне су құямыз. Суымызды құйып алғаннан кейін қайнағанын күтеміз. Суымыз қайнаған кезде қақпағын жауып, жай отта 40 минуттай пісіреміз. Етіміз пісем дегенше жақсылап жуылған күрішімізді осылай қызып тұрған майға салып, жақсылап араластырып 5-10 минуттай қуырамыз. Ешқандай су құймаймыз, тек осы майда жақсылап 5-10 минут көлемінде пісіреміз. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар. Жақсылап араластырдық. Енді бетіне кішкене шым-шым тұз себеміз. Тағы да жақсылап араластырамыз. 1-2 минутқа отқа қалдырамыз. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар, түбі күйіп кетпеуі қажет. Ал енді маклубемізді жинақтайтын боламыз. Ең бірінші жуаларымызды осылай бірдей қылып, тегіс қылып қойып аламыз. Оның үстіне етті саламыз. Дәл видеодағыдай бірінің үстіне бірін салып отырамыз.
Әрқайсысын салған сайын міндетті түрде үстінен басамыз. Өйткені тығыз орналасуы қажет, және де бетіне кішкене тұз сепсеңіздер де болады. Ең соңғысы бізде күрішімізді де тығыз қылып орналастырамыз. Үстінен міндетті түрде басыңыздар. Ал енді маклюбемізді отқа қойып, үстіне қайнаған суды құямыз. Және де суымыз күріштен 1 сантиметрде асып тұруы қажет. Суымыз осылай қайнай бастаған сәтте бетін жауып, астын басып 30 минут көлемде пісіреміз. Ал енді табамызға маклюбемізді аударамыз. Үстінен міндетті түрде қасықпен ұрыңыздар, түбі түсуі қажет. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай маклюбеміз жабыспай, күріштері шашылмай, әдемі болып формасын сақтап пісіп шыққан. Енді жиегіне салат орналастырамыз. Салат мен тек қияр мен қызанақты пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша басқаша салат қойсаңыздар да болады. Жиегіне міндетті түрде айран құямыз. Айранды ұнатпайтын жандар болса, кішкене кесеге құйып қойып қойсаңыздар да болады. Осымен біздің хит маклюбеміз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте керемет болып шықты. Жабыспай, күймей, әдемі формасын сақтады. Сіздерге дайындауға кеңес етемін. Назарларыңызға рахмет.